болсам, Шолпан ауылдық округінің әкімі Оспанов Еркін Аманғазыұлы Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес China Harbor инженерлік компания Алтыда Қазақстандағы филиалы Бақты Аягөз қолданыстағы Семей Ақтоғай теміржол учаскесінде Қазақстан-Қытай мемлекеттік шекарасында 3-ші теміржол өткелін салу, теміржол желісі құрылысына пайдаланылатын Абай облысы Үржар ауданында орналасқан Harbor 2 учаскесінде кең таралған пайдалы қондырғыларды өндіру және осы өндіру кезінде бұзылған жерлерді қалпына келтірудің жұмыс жобасы бойынша ашық түрде қоғамдық тыңдау өткізілді. Қоғамдық тыңдау жергілікті атқарушы органдар мен қоғамдық ұйымдардың жергілікті тұрғындардың қатысуымен өткізіледі. Қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 20 тармағына сәйкес залда аудио жазба, бейне жазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдаулардың өткізу кезінде нақты тұжырымдалмаған және ескертулер мен ұсыныстардың мәні көрсетпейтін немесе қоғамдық тыңдаулардың мәніне анық қатысы жоқ. Тыңдаулардың барлық қатысушыларының жай көпшілік дауысымен дауыс беру нәтижелері бойынша мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары ескертілмейді. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін төраға мен хатшыны таңдау қажет. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы ретінде жергілікті атқарушы орган өкілінің кандидатурасы, яғни өзімді төраға ретінде ұсынамын, және хатшы Бексібаева Бақытгүлді ұсынамын. Кім жақтайды, қолдарыңызды көтеріп қойыңыздар. Жақсы, онда қоғамдық тыңдауларды біз қазақ тілінде өткізуді ұсынамын. Дауыс берулерін сұраймын. Кім жақтайды? Қазақ тілінде қарсы емессіздер ме? Жақсы. Енді күн тәртібінде хабарлау рұқсат етіңіздер. Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің әзірлеушінің Бақты Аягөз қолданыстағы Семей Ақтоғай теміржол учаскесінде Қазақстан-Қытай мемлекеттік шекарасында 3-ші теміржол өткелін салу, теміржол желісі құрылысына пайдаланылатын Абай облысы ауданында орналасқан Harbor 2 учаскесінде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру кезінде бұзылған жерлерді қалпына келтірудің жұмыс жобасы бойынша баяндамасы. Баяндама. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар. Менің есімім Қалибек Мағжан Саматайұлы. Бұл жоба жаңа айтып кеткендей Бақты Аягөз теміржолына салғанға, топырақ алғанға бір карьер тасалғанға алынған болатын. Соның өндіру жұмыстары аяқталғаннан кейін осы рекультивациялау жұмыстары бойынша қоғамдық тыңдау өткізіп жатыр. Бұл жобаның тапсырыс берушісі China Harbor инженерлік компания Қазақстандағы филиалы кен өндіру жоспарын Жетісу жер қойнауы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жасаған. Мен осы Жетісу жер қойнауында жетекші инженер геолог ретінде жұмыс атқарамын. Қоршаған ортаны қорғау бөлімі осы карьер, Harbor 2 карьер өндіру кезінде бұзылған жерлерді қалпына келтіру жұмыстары үшін нысанның қоршаған ортаға әсерін бағалау және табиғи ресурстар пайдалану стандарттарын белгілеу мақсатында әзірленді. Бұл жобаның мақсаты сол учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды қалпына келтірудің әдісін анықтау болып табылады. Орналасқан жері Абай облысы Үржар ауданында Шолпан ауылынан 6,7 шақырым жерде орналасқан. Яғни сол карьерден солтүстік шығысқа қарай Шолпан ауылы екеуінің ортасы 6,7 шақырым. Рекультивациялау кезеңі 2028 жылдың 3 айы болып табылады. Яғни 26 мен 27-де өндіру жұмыстары жүргізіледі. Сол өндіру жұмыстары аяқталғаннан кейін 28 жылы рекультивациялау жұмыстары жасалынатын болады. Осы өндіру жұмыстары кезінде карьердің бойынша топырақтың өсімдік қабаты алынып, карьердің шетіне тыс жерге орналастырылған болатын. Кейін осы рекультивациялау жұмыстары кезінде сол топырақты өсімдік қабатын қайтадан алып келіп карьердің астына және де карьердің периметрі бойынша қоршау оны осы бұрыптармен, топырақпен. Бұл жаңағы кейін қауіпсіздік мақсатында сол карьерге жан-жануарлар, техника, адамдар құлап кетпеу үшін сол жан-жағына қоршап қоятын болады жаңағы топырақпен. Карьердің жалпы алаңы 8,21 гектарды құрайды. Бұл жерге осы техникалық рекультивациялау жұмыстары жүргізілетін болады. Қалпына келтіру жұмыстары кезінде мынандай техникалар қолданылады. Ол лигон, цел, лимитсі, тиегіші,
погрузчик дейді ғой, және 25 тонна хова самосвалы, Т-130 бульдозері, және діріл дейтін дірілі бар каток. Осы қалпына келтіру жұмыстары кезінде табиғатқа кері әсерін тигізетін екі нәрсе бар. Оның бірі қатты тұрмыстық қалдықтар болса, екіншісі шаң. Қатты тұрмыстық қалдықтарды аузы бекілетін темір контейнерға жинап, оны кейін қоқыс шығаратын мекемелермен келісімшартқа отырып, сол қатты тұрмыстық қалдықтарды, яғни қоқыстар шығарылатын болады. Ал шаңды КамАЗ автокөлігі негізінде 10 метр кубтық су шашу машинасы суды шашып, шаңды басып отыратын болады. Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспарымен таныстыра кетейін. Ол ластаушы заттардың шығындылары бойынша нормативтік талаптарға сәйкес көлік құралдары мен құрылыс техникасының техникалық жағдайын сақтау, шаңдылығы жоғары материалдарды тасымалдау кезінде автомобиль корпусын теттермен жабу, жұмыс аумағында көліктер мен басқа да техникалардың ретті қозғалысы, яғни оңтайлы қозғалыс схемаларын әзірлеу, шаңды басу бойынша жұмыстар, қалдықтарды қайта өңдеу үшін арнайы кәсіпорындарға уақытылы беру, тұрмыстық сарқынды суларды кейіннен айдау және жақын маңдағы ағынды суларды тазарту қондырғысына шығару арқылы герметикалық септикқа жинау. Мына жерде орналасқан жерін көрсете кетейін. Көрінбейді ғой неме. Жотадағы карьер ғой сол өндіру жұмыстары аяқталғаннан кейін рекультивациялау жұмыстары жүргізіледі. Жаңа айтып кеткендей, ауылдан арақашықтығы 6,7 шақырым. Мынау космос снимогы көрінеді. Мынау 8,21 ауданы, координаттарымен Харбір 2 карьерінің. Және де мынау рекультивациялау, яғни қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізудің схемасы. Мен баяндамам аяқталды, сұрақ қойсаңыздар болады. Бұны қойып аламыз. Ендеше осы тыңдаулардың нәтижелері бүгінгі талқылаудан кейін айтқан ескертулер, ұсыныстарды ескере отырып, қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы рәсімделеді. Осы тыңдауларда айтылған барлық мәселелер, ұсыныстар, ескертулер бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ тыңдаулар өткізілгеннен кейін Абай облысының табиғи ресурстар мен табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесінің интернет ресурсында 2 жұмыс күні ішінде қоғамдық тыңдау өткізу қағидаларында көзделген мерзімдерде жарияланатын хаттамада көрсетіледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет. Қоғамдық тыңдау аяқталды.